мұсылмандарды бірлікке шақыру деген бір өлең жазып едім, соны оқып берейін. 73-ке бөлініп жатқа айналды жақыным. Жақыныңмен жауласу, жауласпақ түгіл дауласу мұсылманға жат ырым. Бірліксіз құлым бестейін, не істейін енді, не істейін. Тартыстан тозды тақымым, 6 хадис жаттап алған ғалымдар алталашқа айтып жатыр ақылын. Құмары қанбай Құранға өзінше әркім әрлемек. Балақты біреу тобықтан жоғары тұстан дәлде деп, біреулер келді исламның парызы сақал сәлде деп. Оларға өкпе артпайсың, періште емес, пәнде деп. Тіресіп әрі сіресіп, келеміз көшкі ілесіп, құбыламыз бір болғанмен құлшылығымыз әр бөлек. 1400 жыл бұрын осыдан басына елдің бақ қонып, тамырын жайып тереңге ислам діні жатты өніп, жақында бір ел бір елге бауырға тартты, бір-бірін бір кезде жүрген жат болып, күндердің күні аңсар мен мұхаджирлер де осындай ортақ бір тойға тап болып, уағыз айтып, сыр шертіп, құрметтеп жатты, бір-бірін құрма мен нанды қақ бөліп. Ислам болып ортақ тақырып, біріне бірі ел жатты, рахаттың дәмін татырып, шайырлар өлең оқыды, иманға елді шақырып, қыздырып тойдың көрігін, күрестірді ұлдарын, әр әулеттен ортаға палуандар шықты атылып. Өз баласына болысып, аңсарлар тұрды ақырып, мұхаджирлерді қалыспай ұранға басты бақырып. Сол кезде Аллах елшісі даурыққан елді тоқтатып орнынан тұрды ақырып. Пайғамбар тұрды жүзінен ашу мен ыза көрініп. Кеткендей бейне сол сәтте қабырғалары сөгіліп, үмбетім, менің үмбетім, осы ма еді сендерге аманат қылған сүннетім, менің тірі кезімде кеттіңдер ме бөлініп, дегенде жұрттың көзінен көлдей жас кетті төгіліп. Ру мен жүзге бөлінген алаштың басын жия алмай, Абылай хан да ақырды. Ойқысыз таңды атырды, күлкісіз күнді батырды, індетті осы тыя алмай. Өкпеге жұртын қиғанмен өлімге өттау қия алмай. Баяғы қазақ, сол қазақ, бабадан қалған сүрлеумен барады басын ия алмай. 3 атаның баласы 4 мәзһабқа сыя алмай. Қайран да қайран елім ай. Қайран да қайран елім ай, сыртың сау, ішің ірген, көрсе де содан азапты, көрмеппін әлі қазақты деп жүрген көппен біргем. Тындыру оңай,